Elhamdülillahi ve kefa, thumma salatu ve selamu ala rasulihil Mustafa ve ba'd. Sizlerмен бүгіннен бастап пайғамбарлар қиссасы деген айдарда дәріс өтетін боламыз. Ең біріншісі жаратылыстың бастауы. Мына әлемдер, мына барлықтар, аспандар, аспандардағы жұлдыздар, күн, ай, еш нәрсе жоқ еді. Әлем атаулы мүлде жоқ еді. Тек қана Алла тағала бар еді. Ол кезде одан өзге еш нәрсе жоқ еді. Ол Алла бірінші. Одан бұрын ештеңе болмаған. Жаратылыс жоқ, мақлұқ жоқ. Алладан өзге ештеме жоқ. Алла тағала еді. Онымен бірге еш нәрсе болған емес. Алла бірінші. Алла әзелден бар еді. Алла тағала ас-самад, еш нәрсеге мұқтаж емес. Өзге жаратылыс атаулының барлығы, Алла тағаладан өзгенің барлығы Алла тағалаға мұқтаж. Алла тағаланың жаратылысымен, Алла тағаланың жаратуымен жаратылған жаратылыстар. Бұл ақиқатқа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның имам Бухари жеткізген мына хадисі дәлел болады. كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السماوات والأرض. Алла тағала бар еді. Одан бұрын еш нәрсе болмаған. Сосын аршыны жаратты. Суды жаратты. Оның аршы судың үстінде еді. Содан ол аспандар мен жерді жаратты. Сондай-ақ Лаухул Махфуз атты кітапқа әр бір нәрсені жазып қойды. Қиямет күніне дейін болатын барлық нәрсені жазып қойды. Енді Алла тағала әлемдерді қалай жаратты? Соған тоқталайық. Алла тағала жаратылыстың бастауын аршты жаратумен бастады. Бұл арш біз ойлағаннан, біз елестеткеннен де үлкен, өте алып жаратылыс. Аршқа, арштың ұлылығын, оның жаратылысының шексіздігін түсіну үшін күрсіні ойлайықшы. Аршқа қарағанда күрсі қандай? Күрсі алыспен аршымен салыстырғанда кең сахарадағы кішкентай ғана, сақинадай ғана. Ал сол күрсі туралы ол аспан мен жерді сыйдырады, қамтыды. Аспан мен жерден кең дейді. Аллаху акбар. Мұны Алла тағаланың мына аяты керемет түсіндіреді. Аллаху ла илаха илля хуал хайюл қайюм, ла таъхудуху синату ва ла наум, лаху ма фис самавати ва ма фил ард, ман заллази яшфау индаху илля биизни, я'ламу ма байна айдихим ва ма халфахум. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. Алла, одан басқа құдай жоқ. Ол хай, мәңгі тірі, қайюм, еш нәрсеге арқа сүйемей, күллі болмысты бір өзі тіреп меңгеріп тұрушы. Ол әсте қалғымайды. Оны ғапылдықта, ұйқыда баспайды. Күллі аспан әлеміндегі, һәм жердегі барлық нәрсе бір өзіне тиесілі. Оның дәргейінде рұқсатынсыз біреу үшін шапағат етіп, ара түсе алатын кім бар? Ол күллі жаратылыстың алдындағы болашағын да, артындағы өткенін де толық әрі жақсы біледі. Ал олар болса, оның шексіз ілімінен еш нәрсені толық ұға да, меңгере де алмайды. Тек оның өз қалауымен ұғындырып, үйреткен нәрсесі болса, оның жөні басқа. Оның шексіз бийлігінің көрінісі болған күрсісі күллі аспан әлемі мен жерді толық қамтыған. Күллі аспан әлемі мен жерді қызғаштай қорып, сақтап тұру ол үшін бұйым емес. Қараңызшы. Оның күрсісі күллі аспан мен жерден кең деп жатырды.
Алла тағала басқа бір аятта وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ біздер дүние аспанын жұлдыздармен безендірдік дейді. Адамзаттың ғылым технологиясы шыңына шыққан мына заманда аспанда бар жұлдыздығын санын санай алмай жатқан адамзаттың қауғарсыздығының алдында енді бір күрсінің қандай ұлы жаратылыс екендігін, одан қаншама есе үлкен, тіпті үлкен сахараның алдындағы кішкене сақинадай болып қалатындай көрсе, аршының қандай үлкен жаратылыс екенін өзіңіз ойлай беріңіз. Осыдан ақ Алла тағаланың қандай шексіз құдіретке, қандай шексіз күшке ие екенін түсіне аламыз. Сосын Алла тағала қаламды жаратты. Алла тағала оған жаз деді. Қалам болса, уа Раббым Алла, мен нені жазайын деді. Алла тағала қияметке дейін болатынның бәрін жаз деді. Сөйтіп, лаухул махфузға қиямет күнне дейін болатын барлық нәрсе егжей-тегжейлі жазылды. Біз бұл нәрседен сондай ұлы дүниені түсінеміз. Алла тағаланың ешбір нәрсесі бейберекетсіздік, тәртіпсіздіктің үстіне емес, барлығы есептелген, барлығы нақты тәртіптің үстіне құрастырылған, жазып сызылған дүние екендігін түсінеміз. Ол жайлы имам Муслим жеткізген хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам катабаллаху мақадир ал-халаиқа қабла ан яхлуқа ас-самауати вал-ард би 50,000 сана дейді. Расында Алла тағала жаратылыстардың барлық тағдыр өлшемдерін аспандар мен жерді жаратпастан 50,000 жыл бұрын-ақ белгілеп қойған дейді. Енді қараңызшы, 50,000 жыл сіз бен біздің санайтын жылымыз ба? Әлде болса, Алла тағала айтпақшы, миқдаруху 50,000 сана. Оның өлшемі 50,000 жылға тең деген бір күн бе? Яғни, сол Алла тағаланың алдындағы бір күні біздің есебіміз бойынша 50,000 жыл дейтін болсақ, ол жердегі 50,000 жыл біздің есебімізбен қанша күн екен? Өзі өте ұзақ, өте кең, біздің ақылымыз қамти бермейтін 50,000 жыл. 50,000 жылдан кейін Алла тағала аспандар мен жерді жаратуды әмір етті. 50,000 жылдан соң аспандар мен жердің жаратылысы басталды. Бұл жаратылыс түгелдей 6 күнде аяқталды. Аспан мен жер бірге жаратылды. Бастапқыда бір-біріне жапсарлас, тұтасып тұрған еді. Жердің өзі 2 күнде, сосын 4 күнде ризық несібесі өлшенді, әрі аспанмен бірге осы 6 күннің ішінде толықтай жаратылысы тәмамдалды. Осыны Алла тағала Құран-и Кәрімде былай баяндайды. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. Оларға, сонда сендер жер бетін 2 күнде жаратқан Алланы шынымен жоққа шығарып, оған өзгелерді тең тұтасыңдар ма? Ол күллі әлемнің, күллі жаратылыс атаулының Раббысы. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ. Ол жер бетіне мызғымас тауларды орнатып, жерге құт береке дарытты. Сондай-ақ, онда өзінен ризық несібе тілеуші күллі жаратылыс атаулының бар азығымен мұң-мұқтажы тұп-тура 4 күнде, яғни 4 мезгілде өтелетін етіп жазды, бекітті дейді. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طاععين. Содан кейін шексіз ілімін, қалауын, құдіреті мен шарапатын ол кезде тұмандық, газ, бұлтты күйінде болған көкке бұрды.
қаратты да көк пен жерге мейлі өз еріктеріңмен, мейлі еріксіз түрде болсын, келіңдер, әміріме мойынсұныңдар деп бұйырды. Сонда олар, біз әміріңе мойынсұнған күйде өз еркімізбен келдік деді. فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. Сөйтіп, ол газ бұлтты күйіндегі тұмандық көкті 2 күнде 7 қат көк етіп толық қалыптастырды да, әр аспанға өз ісін білдіріп аян берді. Содан біз жерге ең жақын дүниенің аспанын шамшырақтармен, жұлдыздармен безендірдік. Һәм оны сөгіліп, құлаудан әрі періштелердің сөзін есту үшін ұрланып, тыңдайтын жын шайтандардан қорыдық. Міне, бұның бәрі әзиз, бәрінен үстем әрі ұлы, алим, шексіз ілім иесі болған Алланың жазғаны дейді. Фуссилат сүресінің 9-12 аяттарында. Аспан мен жер 6 күнде жаратылды. Арш, су, қалам барлығы жазылды. Сосын 50 мың жылдан кейін аспан мен жер жаратылды. Әрі аспан мен жер бастапқыда жабысып тұрған. Ол аспан мен жер ратқ халінде, араб тілінде айтқанда, жымдасып тұрған, тұтасқан күйде еді. Сосын осы ұлы ғаламда, осы алып кеңестікте Алла тағала әмір етті де аспан жерден ажырады. Тек ажырамай, аспанның өзі 7 қабатқа бөлінді. Жердің өзі де 7 қабатқа, 7 жерге бөлінді. Алла тағала Құран-ы Кәрімде ол жайлы былай дейді. أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Кезінде көктер мен жер тұтасқан бір бүтін еді. Біз ол екеуін бір-бірінен ажыраттық. Күпірлік қылғандар соны көрмей ме? Сондай-ақ тіршілік иелерінің барлығын судан жараттық. Олар сонда әлі де иман келтірмей ме дейді. Алла тағала қандай ұлы, Алла тағала қандай ұлы жаратушы. Бұл ғаламда қандай алып жарату болды деңізші. Қандай үлкен сілкініс, қандай үлкен жаратылыс болды. Қандай үлкен жарылыс болды. Аспан мен жер кенет ажырады. Аспан қабат-қабатқа бөлінді. Жер де қабат-қабатқа бөлінді. Бұның барлығы бүкіл аспандар мен жердің жаратушысы кез келген нәрсені қаласа, бол десе, ол орын алатын Алла тағаланың қалауымен болды. Ал аспан қалай жаратылды? Сол жайлы бір ойланып көрдіңіз бе? Біз сабақтың басында аршы судың үстінде аршыны жаратты. Оның астына суды жаратты дедік. Сол судан бу шықты. Сол бу аса ұлы жаратылысқа, аспандарға бастау болды. Ол бу кеңістікте түтін сияқты болып, ғаламның бастауына айналды. Құранда бұл сол күйі айтылады. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. Содан кейін шексіз ілімін, қалауын, құдіретімен шарапатын ол кезде тұмандық, газ, бұлтты күйінде болған көкке бұрды, қаратты да көк пен жерге мейлі өз еріктеріңмен, мейлі еріксіз түрде болсын, келіңдер, әміріме мойынсұныңдар деп бұйырды. Сонда олар, біз әміріңе мойынсұнған күйде өз еркімізбен келдік деді. Яғни, Алла тағала аспан мен жерге әмір етті. Қаласаң да, қаламасаң да келіңдер деп. Екеуі де бойын сұндық. Өз еркімізбен
мойын ұсынған халде алдыңа құлдық ұрып келдік деді. Міне, жаратылыстың басы Құран-ы Кәрімде, Алла тағаланың сөзінде осылай баяндалады. Енді көз салыңыз, қандай әсем ғаламшар, жер планетасы. Аспанда Марс, Юпитер, біз білетін, білмейтін мыңдаған, миллиондаған, миллиардтаған планета бар. Сөзсіз ең әсемдерінің бірі бұл жер планетасы. Біз өмір сүріп жатқан құтты берекелі мекен. Бір ойлап көрдіңіз бе? Жердің жасы қанша жыл? Қанша жылдан бері жер бар? Оны нақты Алла тағала біледі. Оның ілімі Алла тағаланың құзырында. Алғашқы жаратылыста онда қандай мақлуқтар тіршілік етті? Динозаврлар болды ма? Еки болмаса өзге ғаламшарлықтар болды ма? Қандай да бір жаратылыстар болды ма? Оның да білімі Алла тағаланың құзырында. Бірақ біз білетін бір нәрсе, біздерге пайғамбарымыз ол кісіге Алланың салауаты мен сәлем болсын, уахи арқылы жеткізген бір нәрсе мәлім. Уақыт өте келе Алла тағала жер бетінде оттан жаратылған бір мақлуқты жаратты. Ол жаратылыс жын деп аталады. Неге жын? Себебі жын деген сөзді терминдік түрде, этимологиялық түрде аударатын болсақ, көзге көрінбес деген мағына. Яғни көзге көрінбейтін бір жаратылыс еді. Қазіргі ғылымның ашуымен динозаврлар дейміз, басқа дейді. Негізі сондай алып жаратылысқа, тіршілікке, жан жағының барлығын жайпап тастайтын жаратылыстарға ең лайықты жаратылыста осындай көзге көрінбейтін жаратылыс болса керек. Егер адам баласы осындай әлсіздігімен, осындай қауқарсыздығымен, әлі мынандай ғылым технологиясы дамымаған заманда динозаврлардың ортасында өмір кешкенінде адам баласының тұқымы тұздай құрып кетпес пе еді? Ал жын олардың арасында өміршең күйде күн кеше алады. Неге? Көзге көрінбейтін жаратылыс. Міне, осының астарында да өте үлкен ой жүргізетіндерге мән мағына бар. Жынның жаратылысын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мәриджум мин нар, нарус самум деп тұрып түсіндіреді. Яғни түтінсіз лапылдаған оттан жаратылған дейді. Мұны сахих хадисте хулиқатил малаикату мин нур ва хулиқал жанну мин мариджим мин нар ва хулиқа адаму мимма усифа лакум дейді. Имам Муслим жеткізеді. Періштелер нұрдан жаратылды, жындар лапылдаған оттың қоспасынан жаратылды. Ал адам сендерге сипатталып берілген нәрседен жаратылды дейді. Жындар жер бетінде өмір сүрді. Оларда харам, халал, парыз, тыйым, мойынсыну, мәкрух, мубах деген секілді сіздер мен біздерге не нәрсе міндеттелген болса, тура сол секілді үкімдерге міндеттелді. Бірақ сол замандарда жындар жер бетінде қатты шектен шықты. Олар бір-бірінің қанын төкті, бір-біріне озбырлық жасады, Алла тағаланы ұмытты, зұлымдықтың шегінен шықты. Сонда Алла тағала оларға қарсы періштелерді жіберіп отырды. Бұзақылықтары үшін, қан теккендері үшін оларды Алла тағала сол періштелермен жазалады. Ал сол періштелермен бірге жындардың ішінен бір басшы жүрді. Періштелердің қатарында жындарды қырып жою үшін жындармен бірге сап, жындардың арасынан шыққан, бірақ періштелермен бірге сап төсеген бір адам жүрді, бір жаратылыс жүрді. Оның аты Ібліс еді. Ібліс білімде, дінде, иманда белгілі бір дәрежеге жетіп, оны Алла тағала періштелердің сапына жақындатып қойған сондай бір жаратылыс еді. Өзінің негізгі жаратылысы жындардан болса да, оны Алла тағала
білімі, тақуалығы, иманы, құлшылығы себепті періштелердің қатарына қосқан сондай бір жаратылыс еді. Ол періштелермен бірге жындардың азғындарына қарсы соғысты. Кейде жындардың бір бөлігі теңіздегі аралдарға қамалып, Алла тағаланың жазасына ұшырап отырды. Жындардың ішінде де тақуалары әрі бұзақылары да бар еді. Бұзақылары қан төгіп жер бетін бүлдірді. Жер бетінде бұзақылық жасады. Бірақ періштелер деңгейіне жеткен жын ібіліс өзіне өзі масаттана бастады. Уақыт өте келе тәкаппарлана бастады. Уақыт өте келе менмендік оның бүкіл денесін билеп алды. Жүрегіне менмендік кірді. Ол ібіліс. Ібіліс періштелермен ұзақ уақыт бірге болды. Сөйтіп бір күні Алла тағала періштелеріне өзінің жасайтын ұлы ісін білдірді. Барлық періштелер емес, жоғары дәрежелер періштелер жиналды. Алла тағала оларға: мен жаңа бір жаратылысты жаратамын деді. Алла тағала Құранда былай баяндайды: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Кезінде Раббың періштелерге: мен жер бетінде үкім жүргізетін халифа жаратамын дегенінде. Періштелер сұрақ ретінде айтты. Олар жындардың адамнан бұрын не істегенін білетін, жындардың қандай бүлдіруге барғанын, қандай адасушылыққа барғанын, қандай қан төккенін өз көздерімен көрген еді. Сонда Алла тағалаға сұрақ қойып: «Қалу атаджалу фиха мен яфсуду фиха ва ясфику дима». Сонда жер бетінде бүлік шығарып, бұзақылық жасайтын және нақақтан қан төгетін біреуді жаратасың ба? деп сұрақ қойды. Егер сен жер бетінде қандай да бір жаратылысты жарататын болсаң, оның мақсаты құлшылық ететін жаратылысты қаласаң, біз бір өзіңе үздіксіз мадақ һәм шүкіршілік айтып, мінсіз кемшілік атаулыдан ада һәм ұлы екеніңді жар салып, бір өзіңді ұлықтаудамыз ғой деді. Сонда Алла тағала оларға жауап беріп: «Қала инни а'ламу ма ла та'ламун» деді. Сонда оларға: расында мен сендер білмейтін қаншама жайттың қыр-сыры мен хикметін білемін деді. Яғни бұл жерде, бұл жаратылыста, бұл жаратылыстың астарында сендер білмейтін үлкен даналықтар бар, үлкен мән мағына бар. Алла тағала осы адамдардың арасынан пайғамбарлар шығатынын, шыншылдар шығатынын, Алла тағалаға жақын құлдар шығатынын, тіпті олардың деңгейі нәпсілерін тыйып, құлшылық ғибадатқа бекем болғандығынан періштелерден де өтіп кететінін білетін еді. Ал ол нәрсені періштелер білмеді. Алла тағала ібілістің ішіндегісін де білді. Оның не жоспарлап жүргенін, көкейінде қандай менмендік бар екенін, оның не көздегенін де білді. Сондықтан Алла тағала оны періштелердің алдына әшкерелеуді қалады. Сөйтіп Алла тағала адамды жаратуды бастады. Осылайша бүкіл адамзаттың атасы Адам ата жаратыла бастады. Алла тағала періштелерге жаңа жаратылыс жасайтынын білдіргеннен кейін Жебірейіл періште жерге түсті. Бұл жаңа жаратылыс өмір сүретін осы жер планетасы еді. Жерге Жебірейіл періште түсті. Алла тағала оған: жерге бар да жерден топырақ алып кел деп бұйырған еді. Жебірейіл періште жерге келіп, енді топырақ алмақ болған еді. Сонда жер: «Аузу бик, мен Алладан пана тілеймін, мені кемітпе де, мені азайтпа да» деді. Жебірейіл періште
жер планетасының Алла тағаладан пана сұрап тұрғанын, Алла тағалаға сыйынып тұрғанын көрген кезде қорқып кетіп, қаймығып кетіп, Раббысына қайтты. Сосын Алла тағала жер бетіне топырақ алып келуге Микаилді жібереді. Микаил да енді жер планетасына жақындай бергенінде, жер планетасы: мен Алла тағаладан пана тілеймін, мені азайтпа да, мені кемітпе де, менен ешнәрсе алма деді. Сонда Микаил де қорқып кеткеннен ол да кейін қайтты. Сонда Алла тағала сіздер мен біздің тіліміздегі Әзірейіл деп аталатын өлім періштесін жіберді. Жаратылыстың бастауы да, бітетіні де осы періште арқылы болатын еді. Ол өлім періште жер планетасына келіп, енді топырақ алмақ болғанында, жер планетасы оғанда: сенің менен қандай да бір топырақ алуыңнан, бірер нәрсе алып кетуіңнен Алладан пана тілеймін, Аллаға сыйынамын деді. Сонда өлім періште: мен Алла тағаланың әмірін орындамай кейін қайтудан Аллаға сыйынамын, Алладан пана тілеймін деді де жерден топырақ алды. Ол топырақ әртүрлі еді. Кейде ақ, кейде қара, кейде сары, кейде қызыл, кейде қатты, кейде жұмсақ. Яғни адамдардың әр алуан нәсілде болуы, адамдардың мінез құлқы әртүрлі болуы да міне алғашқы жаратылған жаратылысымыз топыраққа тікелей байланысты болды. Ол топырақ жердің жайымен, жерден алынғандықтан адамның мінез құлқы да, дене бітімі, денесінің түсі де соған сай болды. Жердің жақсынан да, жайынан да, әлсізден де алынған еді. Сол топырақ әкелінді. Сол топырақтан жаңа жаратылыс жаратылатын болды. Сол себепті ол Адам деп аталды, деп айтылады риуаяттарда. Сосын Алла тағала су қосылуын қалады. Алла тағала ол жайлы: وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, сондай-ақ тіршілік иелерінің барлығын судан жараттық. Олар сонда әлі де иман келтірмей ме дейді. Сөйтіп топырақ балшыққа айналды. Бір кезең балшық болып, балшық күйінде сақталып тұрды. Сосын қоюланып, жабысқақ, лай күйіне өтті. Ал адамзатқа топырақтан жаратылғанын естеріне салып тұрып, Алла тағала Құранда былай дейді: «Я айюханнас, ин кунтум фи райбин минал бa'си фа инна халақнакум мин тураб». Уа адамдар, егер өлгеннен кейін қайта тірілуге қатысты күмәндарың болса, біліп қойыңдар, біз сендерді әу баста топырақтан жараттық дейді. Ал періштелер адамның балшықтан жаратылатыны, ал періштелерге адамның балшықтан жаратылатыны жайлы былай деп айтылды: «Из қала раббука лил малаика инни халиқун башарам мин тин». Бірде Раббың сонау ең ұлы мәжілісте періштелерге: мен балшықтан бір адам жаратамын деді. Уақыт өте балшық нығайып, жабысып тұратын лайға айналды. Уақыт өте түсі қарайып, иіс шықты. Хамаим маснун дейді Алла тағала оны Құран-ы Кәрімде. Тағы уақыт құрап, уақыт өте ол құрғады, қыш секілді болды. Сал-сал деп Алла тағала онда Құран-ы Кәрімде сипаттайды. Ұрсаң дыбыс шығатындай, сондай бір қыш секілді кейіпке енді. Періштелер бұл жаратылысты сырттай күзетіп қарап тұратын еді. Бұл қандай жаңа жаратылыс? Алла тағала қандай ұзын, қандай ғажап мақлұқ жаратып жатыр деп барлығы таңданыспен қарап тұратын. Ал сол періштелердің арасында Іблис те бар еді. Іблис сол балшық мүсінді айналып жүрді. Ол оны айнала қарап, ішіне үңілді. Іші қуыс еді. Сонда біздің қазақта керемет сөз бар: қуыс кеуде адам дейді. Қараңызшы. Осы адамның негізі жаратылысына ишара жасалынып айтылады.
Ол бір саңлаудан кіріп, екінші саңлаудан шығып кететіндей болды. Періштелер жақындамайды, ал жақындаған ібліс қана еді. Ібліс періштелерге: қорықпаңдар, қорықпаңдар, егер маған үстемдік берілсе, мен оны құртамын. Егер ол жындар сияқты бұзақылық жасаса, мен оған да жындарға істегенді істеймін деп айтатын. Өйткені ібліс өзі де жыннан еді. Оның ішінде кек бар еді, ішінде қызғаныш бар еді, жүрегінде тыныштық жоқ еді. Ештеңе бола қойған жоқ. Ол тек балшық, кейін қыштай қатты да ғана қалды. Ол өзіне рух үрленетін, ол өзіне жан берілетін күнді күтіп жататын. Арадан біраз жыл уақыт өтті. Уәде етілген уақытқа дейін біраз өтті. Періштелер қарап тұратын, ібліс бақылайтын. Барлығы Алла тағаланың ұлы жаратылысының бастауын осылайша қарап тұрды. Алла қаласа, келесі бөлімімізде, келесі сабағымызда қалғанын жалғастыратын боламыз. Алла амандық берсін.